Орал қаласына іргелес саяжайлардың бірінің тұрғыны Хамидолла есімді зейнеткер өзінің айналасын таза ұстап қана қоймай, өз еркімен саяжай аумағындағы күл қоқысты жинап жүр. Қарапайым табиғат жанашырының бұл әрекеті көпке үлгі дейді ауылдастары. Кейіпкеріміз туралы толығырақ алдағы сюжетте. Атам қазақ жиналған жер емес, шашылмаған жер таза деп бекер айтпаған. Бүгінгі таңда Орал қаласындағы Нұрлы жол саяжайында жасы 70-тен асқан Хамидолла есімді атай өмір сүреді. Ол жылдың 4 мезгілінде осы саяжайдың тазалығы үшін тынбай еңбек етуде. Ондағы мақсат соңынан тазалықшыларды ертіп, экологиямызды сақтап қалуға үлес қосу. Енді жасым жетті ғой, мен өзім емес, халқым үшін істеймін. Халқымның дені сау болса екен деймін. Маған қарап еліктеп, ағзымнан шалдар болсын, жастар болсын, мына мұсырларын шығмай жинаса екен деймін. Егде жастағы табиғат жанашыры бос уақытын ауыл тазалығын сақтауға арнайды. Хамидолла ағайдың бұл әрекеті көпті сүйсіндіруде. Ұл қыздарынан 5 немере бір шөбере сүйіп отырған атай жылдың әр мезгілінде тұрмыстық қалдықтардың көп жиналатынын айтады. Әзірге қыс мезгілінде қарасында көрінбей қалатын күл қоқыс көктемде көбейеді екен. Ит пен мысықтың өлекселерде шығатын кез осы. Нұрлы жол ауыл үшін еңбегін пұлдамайтын қария саяжай қоғамдастығы төрағасынан кей кездері қапшықпен қолғаптар сұрайтынын айтады. Алайда оның бұл өтінішін әзірге ешкім қоймапты. Сонда да еңбекқор қария өз дегенінен қайтпай, табиғат ананы қал-қадірінше қорғап жүр. Бұл кісіге қарап отырып біз кейде ұяламыз. Жап-жас болып алып, кейде біздер өзіміздің үйден шығарған қоқысымызды жете алмай қаламыз. Бұл кісі сол қарап отырып өзіміз істегіміз келеді. Қалай болса лақтыратын мусорымызды лақтырғымыз келмейді. Неге десеңіз, бұндай адамдарды тауып алу қазір жағдайда осы заманда қазір қиын. Ауыл санитарына айналған Хамидолла қарияны саяжайда білмейтін адам кем деген. Олар тазалықшыға тек мықты денсаулық тілейді. Ауылымыздың жақсы болуына, көркеюіне өзінің үлесін қосып жатқан кісі, үлкен кісі болғасын біз осыны сыйлаймыз. Осы кісіні үлгі алуға тырысамыз. Неге десеңіз, бұл кісінің істеп жатқан ісін кейбір жастар да, кейбір қоғамдық орындарда істей алмайды. Жан саулығы, тән саулығы деп білетін кейіпкеріміз өзін тың сезінеді. Осылайша ол бос уақытын ұтымды пайдалана жүріп, дене шынықтырып, өз саулығында күтуде. Біз де туған жерін ерекше сүйетін осындай кейіпкеріміздің амандығын тілейміз. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.